төсегінің астында не жатыр? Кейбір кісілер төсектің астына тұз қойып жатады, қара негативті сорсын деп. Бұл да техникалардың бірі негізі. Бірақ мынандай дүние, жердің магниттік өрісінің қатты вибрация беретін жерлер бар. Оған сіздің ешқандай тұзыңыз көмектеспейді. Ол геопатогенная зона деген сөз. Яғни қара энергияның шоғырланған жері. Сол қара энергияның шоғырланған жеріне үй түсетін болса, адамның энергиясын сорады. Яғни адамның жолы жабылады, энергиясы кетеді, көңіл күйі болмайды, отбасында береке болмайды, ауру болып қалады. Егер сізде ұйқыңыз тыныш болмаса, үйіңізде күнде береке жоқ, күнде соғыс болса, тырнақшаның ішінде, және де өзіңіз ештеңеге зауқыңыз болмай жүретін болса, онда геопатогенная зонаға көңіл бөлген дұрыс. Ал геопатогенная зонаны тек қана космоэнергеттер ғана тауып, оны жауып, үйдің ішін тазарталады. Сондықтан космоэнергет болыңыз деп сізге айтатын едім мен.